Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім мынау дұғаны таңда, кешке 3 мәртеден қайталап жүрсе, әрдайым оған жер бетінде еш нәрсе зиянын бере алмайды дейді. Еш адам деген жоқ, еш нәрсе дегеннен кейін оған жындарың да, адамдарың да, құрт құмырсаң бәрі кіріп кетеді. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил ард ва ла фис самаи ва хуа ас-самиул алим. Аспанда да, жерде де ешкім зиян бере алмайтын Алланың атымен бастаймын. Ол бәрін естуші, бәрін білуші деген мағынада келеді. Жігіттер, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еш нәрсе зиян бере алмайды деді ма? Бұл нақты бар нәрсе. Ол кісі расын айтады.